Жарайсың, Гена. Головкин өз уәдесін бұлжытпай орындады. Бұл сұрқияларға Оскарды кім берді? Шон Пен ең беделді киножүлде егерлерін балағаттады. Анна Седокова қол астына алған жас жігіт кім? Жаңа бейнебаян түсірілімнен эксклюзивті кадрлар. Әнші Миканы Роза Сәбитова ұзатты. Танымал ресейлік Шенгетай енді қазақстандықтарды үйлендіретін болады. Сәлем достар, ревью бағдарламасы отандық және әлемдік шоу-бизнесіндағы тың жаңалықтармен бөлісуге дайын. Егер сіздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Көптен күткен Геннадий Головкин мен Мартин Мюррейдің арасындағы шаршы алаңдағы жұдырықтасу өз мәресіне жетті. Бұл кездесуде Гена өзінің өзге жекпе-жектерінің көптеген ерекшеліктерімен жанкүйердің есінде қалып отыр. Күш қайраты жетіп тұрса да Головкин неліктен қарсыласы Мюрреймен соңғы раундқа дейін жұдырықтасты. Дәл осы сауалмен аталмыш жекпе-жек жайлы елең еткізер ақпараттар топтамасын келесі бейнематериалдан тамашайласыздар. Әйгілі боксшы Геннадий Головкин тағы бір жеңісіне қол жеткізді. Британдық спортшы Мартин Мюрреймен өткен бұл кездесу бұрынғы жекпе-жектерден өзіндік ерекшелігімен есте қалды. Ол шаршалаңға шықпас бұрын бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында былай деген болады. Мен бұл жекпе-жекте шоу болатынын айтқым келеді. Мен оған 100% сенімдімін және солай болатынына да уәде беремін. Міне дәл осы сөзін отандасымыз шаршалаңды да есінен шығармаған сияқты. Олай болса көптен күткен бұл жекпе-жектегі болған жайларда тізбектеп көрелік. Ол осы жарысқа ерекше дайындалған. Тіпті бұл додаға қазақтың ұлттық ойуы бейнелеген жап-жаңа шапанмен шықты. Жекпе-жек басталған сәттен Гена өзінің осыл қарсылас емес екенін дәлелдеді. Яғни шаршалаңда отандасымыздың басым екені бастапқыдан-ақ айқын байқалып тұрды. Алғашқыда Мюррейдің шабысын байқаған ол 4-ші раундқа келгенде бірнеше мәрте бауырға бағытталған соққы Мартинді нокдаунға жіберді. Осы сәттен бастап Геннадий Головкин өзінің қарсыласы Мартин Мюррейдің мазасын әбден қашырған жайы бар. Нағыз шоу осы жерден бастау алды десек те болады. Соңына дейін қарсыласымен ойнағандай болып, жекпе-жектің 11-ші раундына келгенде Гена Мюррейді таза нокаутпен жеңді. Сонымен Геннадий Головкин орта салмақ дәрежесінде кәсіпқой бокстағы 32-ші жеңісіне қол жеткізді. Ол дәл осы жекпе-жектен кейін бұқаралық ақпарат құралдарына өзінің көңіл-күйін былайша білдірді. Мен өте қуаныштымын. Мені қолдаған жанкүйерлерге менің командама алғысым шексіз және менің жұмысым алға қадам басып, тағы бір сатыға көтерілдім десем де болады. Головкин осы жеңіс арқылы әлемге әйгілі Майк Тайсонның жетістігін қайталап отыр. Ал ол келесі жекпе-жегінде Мигель Котто есімді боксшымен шаршалаң төрінде жұдырық түйістірмек. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Биылғы Оскар марапатына көз тиген сыңайлы. Шелектеп қойған жаңбырдың астында қалған жұлдыздарды іш киіммен қарсы алған кеш жүргізушісі Нил Патрик Харрис таңғалдырды. Одан қалса актер Шон Пен жиналған жұртшылықты балағаттап болған соң жөніне кетті. Нөсердің астында қалған голливудтық бамон жаңбырдан қашып ішке ағылды. Төбеден аққан суды еден жуатын құралдармен тоқтатуға тура келді. Осыдан 2 сағат бұрын Лондоннан ұшып келгем. Мына жаңбырды сол жақтан ала келгендей болдым. Кешірім сұраймын. Бір аталым бойынша тартысқа түскен Патрисия Аркет пен Мерил Стрип арасындағы келеңсіз жағдай бірден көзге түсті. Образдарын елемегеннің өзінде бет әлпеттері де бір-бірінен аумай қалған жұлдыздарды егіздеп шатастырғандар да болды. Оскарлықтар жыл сайын ауысып тұрады емес пе? Олардың барлығын есте сақтау мүмкін емес. Ал мен ерекшеленгім келді. Бұл кешке қызыл қолғап киіп келген Леди Гага Оскар жүлдесінің қасапшысы атанса, Опра Уинфри баршаны көлемді омырауымен еліктірді. Скарлетт Йоханссон Валентинаның жасыл көйлегін жарнамалап, әдеттегідей суретке түсумен болды. Эротикалық элементтерге толы салтанатты кешті жұртшылықтың алдына жалғыз іш киіммен шыққан жүргізушінің образы толықтыра түсті. Алғашқы Оскардың егері де белгілі болды. Мерил Стрипті артта қалдырып, екінші пландағы үздік актриса аталымында Патрисия Аркет жеңіп шықты. Үздік режиссура мүсіншесін Бёрдман туындысы үшін Алехандро Гонсалес Иньярриту қоржынына салды. Киімін ауыстырып сахнаға шыққан Леди Гага опера әндерін шырқап, жұртты тағы таңғалдырды. Эдди Рейдман ең үздік актер атанып, Оскар жүлдесіне қол жеткізді. Бақытына сенер сенбесін білмеген өнер иесі көзіне жас алып сөйледі.
Вау, бұл Оскар. Ол тек менің меншігім емес, бүкіл әлем жұртшылығының еншісінде. Үздік актриса аталымы бойынша алдын ала болжанғандай «Все еще Элис» туындысындағы рөлі үшін Джулиана Мур еншіледі. Үздік саундтрек үшін Оскарды иеленген әнші Джон Ледженд болды. Үздік шетелдік кинокартина аталымында атышулы Левиафанды озып, Ида жеңіп шықты. Дегенмен кеш қызыға әлі алда болды. Ең үздік кинокартинаны жариялауға Шон Пен шыққанды. Оскарда осы Дегенмен мексикандық режиссер бұл балағат сөздерге мән бермей, түк болмағандай 3-ші жүлдесін алуға шықты. О, құдайым-ай, ең нашар ағылшын акцентін естуім осы шығар. Барлық мүсіншелерді таратып болғасын, үздіктермен қоса жеңіске жете алмағандар да, қонақтар да кешті қыздыру үшін әрі қарай қыдыруға аттанды. Бейнекамералардан тыс қалған әңгіменің төркіні бұл жүлдеге лайықсыз марапатталғандар турасында болды деседі. Цирк десе ішкен асымды жерге қоямын деп әрдайым жарияға жар салып жүретін Мұрат Мұтырғанов көз қарасын өзгерткен сынды. Ол аренаға шығып, сайқы мазақ ретінде өнер көрсетіп қана қоймай, бизнесмен де болмақ. Мұтырғанов мырза пайда табудың көзі үшін қандай кәсіпті таңдаған екен? Бірге білетін боламыз. Поздравляю! Олеся, ты это не видела. Бүгін белгілі сайқымазақ цирк жұлдызы Мұрат Мұтырғанов әріптестері аренаға алып шыққан кезекті көрсетілімі үшін емес, бастаған ісінің жемісті болуын тілеп құттықтап жатыр. Мұрат енді бизнесмен ретінде бағын сынап көрмек. Біраз уақыт шетелде цирк өнерін меңгеріп, тіпті осы салада басшылық қызметте атқарған Мұтырғанов зообақтағы жануарларды жарнамалаудан да жалықпағанда. Соңғысында Мұрат басшы болып қызмет атқарды. Бірақ мұның бәрі оның табысты болу үшін жол ашпаған сында. Енді жұбайымен қосылып, көңіл көтеретін орын иесі атанып отыр. Олеся вон до сих пор здесь, смотрите. Вот уже поздно, она вон сидит до сих пор. Олеся! Айы күні жетіп отырған Мұраттың жұбайы уақыттың түн ортасынан асып кеткенінде ескерместен көңіл көтеруін жалғастыра берді. Ал әріптестері үшін бұл жер тым қолайсыз көрінген сында. Ауасы тар деп шағым айтқандар қатарында Луина мен Рана Умаровалар болды. Дегенмен Луина жеңілдік жасалса жиі бас сұғып тұруға уәде етті. Жарковато немножко. Кішкене ыстықтап отырғаны рас, бұл адамның көптігінен шығар, бірақ біз енді мұнда жиі келетін боламыз, себебі біз үшін жеңілдік жасалатын шығар. 100% болса тіпті жақсы. Ал ревю бағдарламасының жүргізушісі продюсер Адильян өз кезегінде Мұратқа іс жүргізудің қыр-сырын үйретуді жөн санады. Месторасположение и парковка. Мен үшін демалыс орнының орналасқан жері мен көлік тұрағының болуы маңызды. Оның үстіне баға саясаты да үлкен рөл атқарады. Әрбір адам қалтасы қаншалықты мұрша беретінін ойластырып барып, мұндай жерлерге келетіні шындық. Бір байқағанымыз, бұл ғимаратта Мұраттың үстіндегі жемпірінен өзге циркке қатысты бірде-бір элемент болған жоқ. Тіпті үйлену тойында осы стилде өткізген Мұтырғанов цирк сахнасында жүрген әріптестерін де шақырмаған. Қайда болса да бірге жүретін қарындасы Карина мен әкесі Карим де төбе көрсеткен жоқ. Әрдайым жүрегім цирк деп соғады деп ұрандататын Мұраттың мұнысынан қара шаңырағынан көңілі қалып қойған ба деген ойға қаласыз. Бүгінде өнерде жүріп, өз есімін қалыптастырып үлгерген жандардың бизнеске бас қойып жатқанын жиі ұшырастырамыз. Атақты адамның жұлдызды жолдастары оның ашқан ғимаратына жиі келетін болғандықтан халық артистерді көру үшін сондай жерлерге таңдау түсіріп жатады. Бұл маркетингтің ең ұтымды жолы болып тұрғаны шындық. Әдемі Сейфулла, Дәулет Атабаев, ревю жаңалықтары. Алматы шаһарының тұрғындары көктемге дайындықты бастап кетті. Бұл шараға түрткі болған Экофест фестивалі. Бірақ экологиялық фестиваль деген аты ғана болғанымен, бұл тақырыпқа қатысты мәселелер дәл осы күні шешім тапты деуге ауыз бармайды. Бұл жайында толығырақ келесі сюжетімізден көре аласыздар. Таң атпастан жиналған мына халық Алматы қаласында өтіп жатқан экологиялық фестивальді қолдауға дайын. Алайда бұл бас қосу ұйымдастырушылар тарапынан жай ғана демалыс ретінде қарастырылғандай көрінді. Экофестке арналған бұл күн өткен шаралардан да еш ерекшеленбеді. Іс-шараны өткізушілер экологияға байланысты қаладағы түйткілді шаруаларды қолға ала ма десек, олар бұл күні тек шырша отырғызумен шектелді. Қаладағы студенттер қауымын жинап, оларға шырша көшетімен қатар атқарған істеріне бір жапырақ сертификат табыстаған ұйымдастырушылар жастардың көңілін аулағысы келген тәрізді. Бүгін енді Экофест фестивалі болғаннан кейін, бұл тазалық табиғат дейтін мағына бергендіктен біз өзіміздің достарымызбен тазалық күніне бір шырша ектік. Бүгінгі экологиялық фестивале қатысып жатырғанымызға өте қуаныштымыз және қала тұрғындарын осындай іс-шараларға қатысуға шақырамыз. Тек құзырлы органдардың алдында есеп берумен ғана шектелмей, келер жылы мұндай шараларды насихаттау жолдары да қарастырылып, ұйымдастырылуы да жоғары деңгейде өтер деген үмітіміз зор. Тек Экофесттің кездейсоқ куәгері болған тұрғындар жиынның мән мағынасын түсінбей тарқасып жатты. Серік Қазаязбаев, Богдан Назаров, ревю жаңалықтары. Өткен аптада аралас жекпе-жектен халықаралық жарыстың болатынын айтқан болатынбыз. Білекті жігіттердің басын қосқан бұл сайыста өз мәресіне жетіп, жеңімпаздарын анықтады.
Десек те, жеңіске жетіп тұрып, өкінішін білдірген спортшыларымыздың неліктен өкпесі қара қазандай. Мұның себебін дәл қазір аталмыш додада бақ сынаған Ермек Тылауовтың өз аузынан естейсіздер. Аралас жекпе-жектің шеберлері бас қосқан Алматыдағы халықаралық жарыс біраз сенсацияларға толы болды. Бұл кеште біздің елдің батырларымен қатар, өзге елдің де дәл осы саладағы спортшылары жұдырықтасты. Аталмыш додаға 20 білекті жігіт қатысып, әдеттегідей бірі жеңілістің ащы дәмін татқан болса, енді бірінің бағына бабы сәйкес келіп, жеңімпаз атанған жайы бар. Сонымен бұл жекпе-жектердің ішіндегі ең басты жұдырықтасатын жұп Алматының атынан шаршаланға шығатын Алясат лақап атымен танымал Ермек Тылауов пен түркиялық Фируз Маматов болды. Ал салмақ өлшеу рәсімі кезінде Ермек бізге берген сұхбатында бұл жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтауға уәде берген болатын. Алапат айқасты абыроймен атқарып, сөзінде тұрды. Сонымен Ермек тұншықтыру әдісімен қарсыласынан айласын асырды. Ал оның жекпе-жектен кейінгі көңіл күйін біз алғашқы болып білген едік. Бәрі ойдағыдай өтті. Ойымда сол партерға ауыстырып бір волейболмен или шайшымен сондай өткім келді. Сол барлықтар ойдағыдай өтті. Бәрі ойдағыдай өткенмен бұл спортшының көңілінде қаяу бар. Яғни талантты жігіттерімізге демеушінің жоқтығын айтады. Тіпті ол өзінің барлық жаттығуын шетелде емес, туған жері Таразда өткізген екен. Басқалар сияқты Таиландқа, Америкаға барып, дайындалған жоқпыз, өйткені ондай мүмкіншілік жоқ. Осылайша Ермек Тылауов өзінің ренішін білдірді. Ал енді қызыққа қараңыз. Бар байлығы, денсаулығын осы жекпе-жекке салып, қызылғанға боянып жатса да, бұл спортшылардың ақысы мәз емес болып шықты. Гонорар ол бізде рейтингке байланысты. Төмен рейтингтегілер бар. Олар бесплатно төлеп өзі. Кішкене жоғары жинағандар болар. $500 $1000 сөйтіп және көтеріліп кете береді. Сонда спортшылар намысын қайра, бәсеке бар жерде биіктеу бар деп шаршаланға байып кету үшін шықпайтын болды. Десек те олар үшін әзірге денсаулықтан гөрі атақтан алғашқы орында тұрса керек. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Украиналық әнші Дмитрий Монатик қазақстандық әріптестерінің алдын орап кеткенге ұқсайды. Қалай дейсіздер ғой? Түсіндірейін, Анна Седокова дуэт жаздыру үшін еліміздің өнерпаздар арасынан бірін таңдамақ болыпты. Бірақ украиналық әнші пысықтық танытып, Аннаға ұсыныс жасаған екен. Сонымен, Седокова мен Монатик қандай тың туынды әзірлеп жатыр екен. Виаграның алтын құрамына кетіп, жеке шығармашылығын бастаған Седокова түрлі телевизиялық жобаларға қатысып, тележүргізуші ретінде де танылып үлгерді. Дегенмен әншінің бағын ашқан оның сүйіктісі режиссер Сергей Гуман болған сында. Себебі олар ғашықтар ретінде ел назарына іліге бастаған кезеңнен бері үшінші бейнебаянды таспалап жатыр. Бұл жұмыстардың барлығы да сәтті шыққанын аңғару қиын емес. Как всегда, первым все новости узнает мой любимый, самый-самый-самый-самый дорогой Казахстан. Люблю вас. Бұл бейнебаян үшін Тиша әні таңдалған. Анна қазақстандық шоу-бизнес өкілдерінің бірімен дуэт жаздыруда ойластырып жүрген сәтінде дәл сондай ұсынысты тастаған украиналық әнші Дима Монатик болған. Анна көп ойланбастан жаңа есімді танытуға кірісіп кеткен. На самом деле, я честно признаюсь, шынымды айтсам, қазақстандық әншінің бірімен дуэт жаздыруды ойлап жүрген болатынмын. Тіпті кіммен айтатынымды да таңдап қойған едім. Бірақ Дима бірінші болып ұсыныс жасап үлгерді. Я даже выбрала, честно говоря, одного. Дима мен Анна мәңгі өлмес махаббат тақырыбын жырлауды жөн деп тапқан. Песня потрясающе красивая. Бұл махаббат жайлы өте әдемі ән. Адамдардың кездесіп, айырылысып жататыны суреттеледі. Бейнебаянның түсірілімі барысында режиссер Сергей Гуман мен қатар Аннаның өзі де жіті бақылап отырды. Әншінің айтуынша бұл сүйіктісіне сенбегендіктен емес, ынтымақпен істі бірлесе атқарудың белгісі екен. Бұл клиптің идеясы өте көп уақыт туындады, себебі дуэт ерекше. Ондай туындыға тың бейнебаян қажет болды. Оны 100 рет естігенше 1 рет көру қажет. Бұл жұмыстың жасалып жатқанына ең әуелі Дима Монатик қуанып жүрген сынды. Себебі бұл бейнебаян ТМД жұртшылығына танылудың төте жолы болатынына сенімді. Монатик фамилиясын бүгінде Анна Седокованың арқасында көпшілікке таныс болатыны рас. Мен сол үшін оған алғыс білдіремін. Біздің отандасымызбен ән жаздыруды Анна әлі де ойластырып жүр. Сондықтан таяуда тағы бір тың дүние өмірге келетіні белгілі. Адема Сейфулла, ревью жаңалықтары. Ресейлік телеарналарда жеңгетайлық қызметті мінсіз атқарып жүрген Роза Сәбитова енді еліміздің бозбалалар мен бойжеткендерін табыстырмақ. Тіпті енді ару қалаға жиі бас сұғып тұруды да уәде етті. Өзі екі сәтсін екені бастан кешірген жеңгетайдың бұл ісі қаншалықты оңды болмақ. Роза Сәбитованы көріп, танысып, тіпті кеңестерін алғысы келген жұртшылықтың қарасы мол болды. Бәрі сәтті тұрмысқа шығып, жар таңдаудың құпиясын білгісі келеді. Розаның да елімізге ат басын бұруының басты себебі
жеңгетайлық қызметін Қазақстанда да жалғастыру болды. Все надо делать вовремя. Бәрінде өз уақытында жасау керек. Күйеуге шығып өмірге бала әкелу өте жауапты іс. Барлығы да ата-анасының сау болғанын қалайды емес пе? Сондықтан денсаулыққа көңіл бөлу маңызды. Сәбитова жақсы ана атануға тырысып жүргенін айтады, бірақ өзіне жар таңдауға келгенде жолы болмай жүргені шындық. Ол алғашқы некесінен кейін жесір қалса, кейінгісінде жанжалмен айырылысып кетті. 2 жылға жуық бір шаңырақ астында тұрған күйеуі жиі қол көтеретін болып шыққан. Ол өзінің қателіктерінен сабақ алып, лайықты жар таңдаудан қыр-сырын меңгеріп алған көрінеді. Сүйіктіңмен көшеде де ғаламтор арқылы танысуға болады. Мұның еш әбестігі жоқ, тек соңы тойға ұласса болғаны. Роза ханым жеңгетай болудың жайында, үйленуге алғашқы қадамдар жасаудың сырында қалаған жандарға үйрететін болады. Ол Қазақстандағы тұңғыш халықаралық неке агенттігін ашып отыр. Розаның айтуынша, ол білек сыбана кіріскен жерде сүр бойдақтар болмайды екен. Менің жасым мен өмірлік тәжірибем бір-бір үшін жаратылған жандарды жазбай табуға көмектеседі деп сендіремін. Отбасы ошақ қасына қатысты дәрісін оқып, алғашқы жұптың некесінде қиған Роза Сәбитова қалғандармен селфи жасауға да үлгерді. Содан соң әнші Миканың неке салтанатына аттанды. Адема Сейфулла, Ғани Қалуов, ревю жаңалықтары. Әуелі алдабайлық шухратпен ән салып, кейін жеке шығармашылығын бастаған Мика енді қолына микрофон емес, біршама уақыт кесе шайнек ұстап, келінді қызмет атқаратын болады. Күні кеше оны ата-анасы сүйіктісіне ұзатты. Уәде бергеніміздей, бізде тойға барып, Меруерттің қандай қалыңдық көйлегін таңдағанын көріп қайттық. Бүгін Меруерттің алтын ұясынан ұшып, қайын жұртының босағасына аттайтын күні. Дегенмен Миканың қобалжып тұрғанын байқамадық. Той меймандарымен суретке түсуге де, ұйымдастырушылық жұмыстарына да, келген қонақтарды күтіп алуға да өзі белсене атсалысып жүр. Үш жұрты тілектерін айтқан соң ортаға Ресейдің басты жеңгетайы Роза Сәбитова шақырылды. Роза ханым отбасын сақтаудың және адал жар болудың кеңестерін айтып, қазақтың камзолын киген соң еліне қайтты. Ал тойдың көркін отандық шоу-бизнестің өкілдері қыздыра түсті. Тойға келген Меруерттің әріптестері Мистерион Стобы, Аша Матай, Ғаділбек Жанай сынды өнер иелері әннен шашу шашып, ақ тілектерін арнауда да алдарына шан салмады. Барған жеріне деп жол ақ болсын дейміз. Өзінің қосағымен қосағар бақытты ғұмыр кешсін дейміз. Менің ойымша өте керемет отбасы болады, екеуі өте жарасымды, мінездері де жарасымды. Әріптесін құттықтай тойған Нұржан Керменбаев кешігіп болса да жетті, бірақ қапқара ашқа жұбайын ертіп келуді жөнсіз деп тауыпты. Біріншіден әлі өзімнің үйлену тойым болған жоқ, сондықтан мен жұбайымсыз жүрем біріншіден. Екіншіден оның үстіне мен келіншегім бұндай светский тусовка дейміз ғой, жалпы негізінде. Бұндай жерлерді көп ұната бермейді. Естеріңізге сала кетсек, Мика тойғамымен жүрген сәтте біздің түсіру тобымызбен бірге қалыңдық көйлегін таңдағанда. Сондықтан әнші сұхбатын дәл сол тақырыптан бастауды жөн көрді. Так, это не с того магазина, сразу скажу. НТК арнасымен барып таңдаған көйлек бұл емес. Ол кезде сатып алған көйлегімді мен негізгі тойға киетін боламын. Миканың таңдауы Нұрлан есімді шоу-бизнеске үш қайнасы сорпасы қосылмайтын мамандық есіне түскен. Ол мемлекеттік қызметте жүрген жас маман, теледидардан көрінгенді ұнатпаса да сүйіктісінің көңілін қалдырмай оның бейне баянына түскен екен. Қазірде Миканың шығармашылық жолында жүруіне қарсылық танытып отырған жоқ. Меруерт те келіндік қызметті мінсіз атқарудың қамын емес, шығармашылықтың жайын ойлап жүр. Также творчеством. Мен тойдан соң шығармашылықпен айналысуды жалғастыра бермекпін. Өз жобаларымнан белгілі бір нәтиже шығаруды да көздеп жүрмін. Оның үстіне жеке шығармашылығымды қолға алып, танылуды жоспарлап отырмын. Сахнаға шығып ән салып, сауық сайран құру әрине жақсы. Дегенмен Мика қайын жұртқа қызмет етумен аслана аяулы жар болудың міндеттерінде бір сәтке естен шығарып алмайды деп үміттенейік. Адема Сейфулла, Юлдаш Құдайбергенов, ревю жаңалықтары. Ревю бағдарламасын көрермендеріне құлақ қағыз. Бүгіннен бастап арнамыздың сайтына кәсіби камерамен де, мобильдік телефонмен де түсірілген бейнероликтеріңізді жіберіңіздер. Авторларға қойылатын ең басты талап қызықты бірегей идея. Үздік жұмыстарды іріктеп, эфирден көрсететін боламыз. Электрондық мекен жайымыз review@ntk.kz. Бүгінге айтарымыз осы, ал ревю бағдарламасының кезекті көрсетілімін 8:30-да тамашалаңыздар. Көріскенше күн жақсы. Тура келді. Осыдан 2 сағат бұрын Лондоннан ұшып келгем. Мына жаңбырды сол жақтан ала келгендей болдым. Кешірім сұраймын. Бір аталым бойынша тартысқа түскен Патрисия Аркет пен Мэрил Стрип арасындағы келеңсіз жағдай бірден көзге түсті. Образдарын елемегеннің өзінде бет әлпеттері де бір-бірінен аумай қалған жұлдыздарды егіздеп шатастырғандар да болды.
Оскарлықтар жыл сайын ауысып тұрады емес пе? Олардың барлығын есте сақтау мүмкін емес. Ал мен ерекшеленгім келді. Бұл кешке қызыл қолғап киіп келген Леди Гага Оскар жүлдесінің қасапшысы атанса, Опра Уинфри баршаны көлемді омырауымен еліктірді. Скарлетт Йоханссон Валентинаның жасыл көйлегін жарнамалап, әдеттегідей суретке түсумен болды. Эротикалық элементтерге толы салтанатты кешті жұртшылықтың алдына жалғыз іш киіммен шыққан жүргізушінің образы толықтыра түсті. Алғашқы Оскардың егері де белгілі болды. Мерил Стрипті артта қалдырып, екінші пландағы үздік актриса аталымында Патрисия Аркет жеңіп шықты. Үздік режиссура мүсіншесін Бергман туындысы үшін Алехандро Гонсалес Иньярриту қоржынына салды. Киімін ауыстырып сахнаға шыққан Леди Гага опера әндерін шырқап, жұртты тағы таң қалдырды. Эдди Рейдман ең үздік актер атанып, Оскар жүлдесіне қол жеткізді. Бақытына сенер-сенбесін білмеген өнер иесі көзіне жас алып сөйледі. Вау, бұл Оскар. Ол тек менің меншігім емес, бүкіл әлем жұртшылығының еншісінде. Үздік актриса аталым бойынша алдын ала болжанғандай «Все еще Элис» туындысындағы рөлі үшін Джулиана Мур еншіледі. Үздік саундтрек үшін Оскарды иеленген әнші Джон Ледженд болды. Үздік шетелдік кинокартина аталымында атышулы Левиафанды озып, Ида жеңіп шықты. Дегенмен кеш қызыға әлі алда болды. Ең үздік кинокартинаны жариялауға Шон Пен шыққанды. Оскарда осы Дегенмен мексикандық режиссер бұл балағат сөздерге мән бермей, түк болмағандай үшінші жүлдесін алуға шықты. О, құдайым-ай, ең нашар ағылшын акцентін естуім осы шығар. Барлық мүсіншелерді таратып болғасын, үздіктермен қоса жеңіске жете алмағандар да, қонақтар да кешті қыздыру үшін әрі қарай қыдыруға аттанды. Бейнекамералардан тыс қалған әңгіменің төркіні бұл жүлдеге лайықсыз марапатталғандар турасында болды деседі. Цирк десе ішкен асымды жерге қоямын деп әрдайым жарияға жар салып жүретін Мұрат Мұтырғанов көз қарасын өзгерткен сынды. Ол аренаға шығып, сайқы мазақ ретінде өнер көрсетіп қана қоймай, бизнесмен де болмақ. Мұтырғанов мырза пайда табудың көзі үшін қандай кәсіпті таңдаған екен? Бірге білетін боламыз. Поздравляю! Олеся, ты это не видела. Бүгін белгілі сайқы мазақ цирк жұлдызы Мұрат Мұтырғановты әріптестері аренаға алып шыққан кезекті көрсетілімі үшін емес, бастаған ісінің жемісті болуын тілеп құттықтап жатыр. Мұрат енді бизнесмен ретінде бағын сынап көрмек. Біраз уақыт шетелде цирк өнерін меңгеріп, тіпті осы салада басшылық қызметте атқарған Мұтырғанов зообақтағы жануарларды жарнамалаудан да жалықпағанда. Соңғысында Мұрат басшы болып қызмет атқарды. Бірақ мұның бәрі оның табысты болу үшін жол ашпаған сында. Енді жұбайымен қосылып жарайсың, Гена. Головкин өз уәдесін бұлжытпай орындады. Бұл сұрқияларға Оскарды кім берді? Шон Пен ең беделді киножүлде егерлерін балағаттады. Анна Седокова қол астына алған жас жігіт кім? Жаңа бейнебаян түсірілімнен эксклюзивті кадрлар. Әнші Миканы Роза Сабитова ұзатты. Танымал ресейлік Шенгетай енді қазақстандықтарды үйлендіретін болады. Сәлем достар, ревью бағдарламасы отандық және әлемдік шоу бизнесіндағы тың жаңалықтармен бөлісуге дайын. Егер сіздер дайын болсаңыздар, біз бастаймыз. Көптен күткен Геннадий Головкин мен Мартин Мюррейдің арасындағы шаршы алаңдағы жұдырықтасу өз мәресіне жетті. Бұл кездесуде Гена өзінің өзге жекпе-жектерінің көптеген ерекшеліктерімен жанкүйердің есінде қалып отыр. Күш қайраты жетіп тұрса да Головкин неліктен қарсыласы Мюрреймен соңғы раундқа дейін жұдырықтасты. Дәл осы сауалмен аталмыш жекпе-жек жайлы елең еткізер ақпараттар топтамасын келесі бейнематериалдан тамашайласыздар. Әйгілі боксшы Геннадий Головкин тағы бір жеңісіне қол жеткізді. Британдық спортшы Мартин Мюрреймен өткен бұл кездесу бұрынғы жекпе-жектерден өзіндік ерекшелігімен есте қалды. Ол шаршалаңға шықпас бұрын бұқаралық ақпарат құралдарына берген сұхбатында былай деген болатын. Мен бұл жекпе-жекте шоу болатынын айтқым келеді. Мен оған 100% сенімдімін және солай болатынына да уәде беремін. Міне дәл осы сөзін отандасымыз шаршалаңды да есінен шығармаған сияқты. Олай болса көптен күткен бұл жекпе-жектегі болған жайларда тізбектеп көрелік. Ол осы жарысқа ерекше дайындалған. Тіпті бұл додаға қазақтың ұлттық ойуы бейнелеген жап-жаңа шапанмен шықты.
Жекпе-жек башталған сәттен Гена өзінің осал қарсылас емес екенін дәлелдеді. Яғни шаршалаңда отандасымыздың басым екені бастапқыдан-ақ айқын байқалып тұрды. Алғашқыда Мюррейдің шабысын байқаған ол 4-ші раундқа келгенде бірнеше мәрте бауырға бағытталған соққы Мартинді нокдаунға жіберді. Осы сәттен бастап Геннадий Головкин өзінің қарсыласы Мартин Мюррейдің мазасын әбден қашырған жайы бар. Нағыз шоу осы жерден бастап алды десек те болады. Соңына дейін қарсыласымен ойнағандай болып, жекпе-жектің 11-ші раундына келгенде Гена Мюррейді таза нокаутпен жеңді. Сонымен Геннадий Головкин орта салмақ дәрежесінде кәсіпқой бокстағы 32-ші жеңісіне қол жеткізді. Ол дәл осы жекпе-жектен кейін бұқаралық ақпарат құралдарына өзінің көңіл-күйін былайша білдірді. Мен өте қуаныштымын. Мені қолдаған жанкүйерлерге менің командама алғысым шексіз. Және менің жұмысым алға қадам басып, тағы бір сатыға көтерілдім десем де болады. Головкин осы жеңіс арқылы әлемге әйгілі Майк Тайсонның жетістігін қайталап отыр. Ал ол келесі жекпе-жегінде Мигель Котто есімді боксшымен шаршалаң төрінде жұдырық түйістірмек. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Биылғы Оскар марапатына көз тиген сыңайлы. Шелектеп қойған, жаңбырдың астында қалған жұлдыздарды іш киіммен қарсы алған кеш жүргізушісі Нил Патрик Харрис таңғалдырды. Одан қалса актер Шон Пен жиналған жұртшылықты балағаттап болған соң жөніне кетті. Нөсердің астында қалған голливудтық бамон жаңбырдан қашып ішке ағалды. Төбеден аққан суды еден жуатын құралдармен тоқтап. Бейнебаянның түсірілімі барысында режиссер Сергей Гуманмен қатар Аннаның өзі де жіті бақылап отырды. Әншінің айтуынша бұл сүйіктісіне сенбегендіктен емес, ынтымақ пен істі бірлесе атқарудың белгісі екен. Бұл клиптің идеясы өте көп уақыт туындады, себебі дуэт ерекше. Ондай туындыға тың бейнебаян қажет болды. Оны 100 рет естігенше бір рет көру қажет. Бұл жұмыстың жасалып жатқанына ең әуелі Дима Манатик қуанып жүрген сынды. Себебі бұл бейнебаян ТМД жұртшылығына танылудың төте жолы болатынына сенімді. Манатик фамилиясын бүгінде Анна Седокованың арқасында көпшілікке таныс болатыны рас. Мен сол үшін оған алғыс білдіремін. Біздің отандасымызбен ән жаздыруды Анна әлі де ойластырып жүр. Сондықтан таяуда тағы бір тың дүние өмірге келетіні белгілі. Адема Сейфулла, ревью жаңалықтары. Ресейлік телеарналарда жеңгетайлық қызметті мінсіз атқарып жүрген Роза Сәбитова енді еліміздің бозбалалар мен бойжеткендерін табыстырмақ. Тіпті енді ару қалаға жиі бас сұғып тұруды да уәде етті. Өзі 2 сәтсіз екені бастан кешірген жеңгетайдың бұл ісі қаншалықты оңды болмақ. Роза Сәбитованы көріп, танысып, тіпті кеңестерін алғысы келген жұртшылықтың қарасы мол болды. Бәрі сәтті тұрмысқа шығып, жар таңдаудың құпиясын білгісі келеді. Розаның да елімізге ат басын бұруының басты себебі жеңгетайлық қызметін Қазақстанда да жалғастыру болды. Все надо делать вовремя. Бәрінде өз уақытында жасау керек. Күйеуге шығып өмірге бала әкелу өте жауапты іс. Барлығы да ата-анасының сау болғанын қалайды емес пе? Сондықтан денсаулыққа көңіл бөлу маңызды. Сәбитова жақсы ана атануға тырысып жүргенін айтады. Бірақ өзіне жар таңдауға келгенде жолы болмай жүргені шындық. Ол алғашқы некесінен кейін жесір қалса, кейінгісінде жанжалмен айырылысып кетті. 2 жылға жуық бір шаңырақ астында тұрған күйеуі жиі қол көтеретін болып шыққан. Ол өзінің қателіктерінен сабақ алып, лайықты жар таңдаудан қыр-сырын меңгеріп алған көрінеді. Сүйіктіңмен көшеде де ғаламтор арқылы танысуға болады. Мұның еш әбестігі жоқ, тек соңы тойға ұласса болғаны. Роза ханым жеңгетай болудың жайында, үйленуге алғашқы қадамдар жасаудың сырында қалаған жандарға үйрететін болады. Ол Қазақстандағы тұңғыш халықаралық неке агенттігін ашып отыр. Розаның айтуынша ол білек сыбана кіріскен жерде сүр бойдақтар болмайды екен. Менің жасым мен өмірлік тәжірибем бір-бір үшін жаратылған жандарды жазбай табуға көмектеседі деп сендіремін. Отбасы ошақ қасына қатысты дәрісін оқып, алғашқы жұптың некесінде қиған Роза Сәбитова қалғандармен селфи жасауға да үлгерді. Содан соң әнші Миканың неке салтанатына аттанды. Адема Сейфулла, Ғани Қалуов, ревью жаңалықтары. Әуелі алдабайлық шухратпен ән салып, кейін жеке шығармашылығын бастаған Мика енді қолына микрофон емес, біршама уақыт кесе шайнек ұстап, келінді қызмет атқаратын болады. Күні кеше оны ата-анасы сүйіктісіне ұзатты. Уәде бергеніміздей, бізде тойға барып, меруерттің қандай қалыңдық көйлегін таңдағанын көріп қайттық.
Бүгін меруерттің алтын ұясынан ұшып, қайын жұртының босағасына аттайтын күні. Дегенмен Миканың қобалжып тұрғанын байқамадық. Той меймандарымен суретке түсуге де, ұйымдастырушылық жұмыстарына да, келген қонақтарды күтіп алуға да өзі белсене атсалысып жүр. Үш жұрты тілектерін айтқан соң ортаға Ресейдің басты жеңгетайы Роза Сабитова шақырылды. Роза ханым отбасын сақтаудың және адал жар болудың кеңестерін айтып, қазақтың камзолын киген соң елін көңіл көтеретін орын иесі атанып отыр. Олеся вон до сих пор здесь, смотрите. Вот уже поздно, она вон сидит до сих пор. Олеся! Айы күні жетіп отырған Мұраттың жұбайы уақыттың түн ортасынан асып кеткенінде ескерместен көңіл көтеруін жалғастыра берді. Ал әріптестері үшін бұл жер тым қолайсыз көрінген сында. Ауасы тар деп шағым айтқандар қатарында Луина мен Рана Умаровалар болды. Дегенмен Луина жеңілдік жасалса жиі бас сұғып тұруға уәде етті. Жарковато немножко. Кішкене ыстықтап отырғаны рас, бұл адамның көптігінен шығар, бірақ біз енді мұнда жиі келетін боламыз, себебі біз үшін жеңілдік жасалатын шығар. 100% болса тіпті жақсы. Ал ревю бағдарламасының жүргізушісі продюсер Адильян өз кезегінде Мұратқа іс жүргізудің қыр-сырын үйретуді жөн санады. Месторасположение и парковка. Мен үшін демалыс орнының орналасқан жері мен көлік тұрағының болуы маңызды. Оның үстіне баға саясаты да үлкен рөл атқарады. Әрбір адам қалтасы қаншалықты мұрша беретінін ойластырып барып, мұндай жерлерге келетіні шындық. Бір байқағанымыз, бұл ғимаратта Мұраттың үстіндегі жемпірінен өзге циркке қатысты бірде-бір элемент болған жоқ. Тіпті үйлену тойында осы стилде өткізген Мұтырғанов цирк сахнасында жүрген әріптестерін де шақырмаған. Қайда болса да бірге жүретін қарындасы Карина мен әкесі Карим де төбе көрсеткен жоқ. Әрдайым жүрегім цирк деп соғады деп ұрандататын Мұраттың мұнысынан қара шаңырағынан көңілі қалып қойған ба деген ойға қаласыз. Бүгінде өнерде жүріп, өз есімін қалыптастырып үлгерген жандардың бизнеске бас қойып жатқанын жиі ұшырастырамыз. Атақты адамның жұлдызды жолдастары оның ашқан ғимаратына жиі келетін болғандықтан халық артистерді көру үшін сондай жерлерге таңдау түсіріп жатады. Бұл маркетингтің ең ұтымды жолы болып тұрғаны шындық. Әдемі Сейфулла, Дәулет Атабаев, ревю жаңалықтары. Алматы шаһарының тұрғындары көктемге дайындықты бастап кетті. Бұл шараға түрткі болған Экофест фестивалі. Бірақ экологиялық фестиваль деген аты ғана болғанымен, бұл тақырыпқа қатысты мәселелер дәл осы күні шешім тапты деуге ауыз бармайды. Бұл жайында толығырақ келесі сюжетімізден көре аласыздар. Таң атпастан жиналған мына халық Алматы қаласында өтіп жатқан экологиялық фестивальді қолдауға дайын. Алайда бұл бас қосу ұйымдастырушылар тарапынан жай ғана демалыс ретінде қарастырылғандай көрінді. Экофестке арналған бұл күн өткен шаралардан да еш ерекшеленбеді. Іс-шараны өткізушілер экологияға байланысты қаладағы түйткілді шаруаларды қолға алама десек, олар бұл күні тек шырша отырғызумен шектелді. Қаладағы студенттер қауымын жинап, оларға шырша көшетімен қатар атқарған істеріне бір жапырақ сертификат табыстаған ұйымдастырушылар жастардың көңілін аулағысы келген тәрізді. Бүгін енді Экофест фестивалі болғаннан кейін, бұл тазалық табиғат дейтін мағына бергендіктен біз өзіміздің достарымызбен тазалық күніне бір шырша ектік. Бүгінгі экологиялық фестивальге қатысып жатырғанымызға өте қуаныштымыз, және қала тұрғындарын осындай іс-шараларға қатысуға шақырамыз. Тек құзырлы органдардың алдында есеп берумен ғана шектелмей, келер жылы мұндай шараларды насихаттау жолдары да қарастырылып, ұйымдастырылуы да жоғары деңгейде өтер деген үмітіміз зор. Тек Экофесттің кездейсоқ куәгері болған тұрғындар жиынның мән-мағынасын түсінбей тарқасып жатты. Серік Аязбаев, Богдан Назаров, ревю жаңалықтары. Өткен аптада аралас жекпе-жектен халықаралық жарыстың болатынын айтқан болатынбыз. Білекті жігіттердің басын қосқан бұл сайыста өз мәресіне жетіп, жеңімпаздарын анықтады. Десек те, жеңіске жетіп тұрып, өкінішін білдірген спортшыларымыздың неліктен өкпесі қара қазандай. Мұның себебін дәл қазір аталмыш додада бақ сынаған Ермек Тылауовтың өз аузынан естисіздер. Аралас жекпе-жектің шеберлері бас қосқан Алматыдағы халықаралық жарыс біраз сенсацияларға толы болды. Бұл кеште біздің елдің батырларымен қатар, өзге елдің де дәл осы саладағы спортшылары жұдырықтасты. Аталмыш додаға 20 білекті жігіт қатысып, әдеттегідей бірі жеңілістің ащы дәмін татқан болса, енді бірінің бағына бабы сәйкес келіп, жеңімпаз атанған жайы бар. Сонымен бұл жекпе-жектердің ішіндегі ең басты жұдырықтасатын жұп Алматының атынан шаршаланға шығатын Алясат лақабатымен танымал Ермек Тылауов пен түркиялық Фируз Маматов болды. Ал салмақ өлшеу рәсімі кезінде Ермек бізге берген сұхбатында бұл жекпе-жекті уақытынан бұрын аяқтауға уәде берген болатын. Алапат айқасты абыроймен атқарып, сөзінде тұрды. Сонымен Ермек тұншықтыру әдісімен қарсыласынан айласын асырды. Ал оның жекпе-жектен кейінгі көңіл күйін біз алғашқы болып білген едік. Бәрі ойдағыдай өтті. Ойында сол партырға ауыстырып бір волейболмен, елеулі шайшымен сондай өткім келді. Сол барлықтар ойдағыдай өтті. Бәрі ойдағыдай өткенмен бұл спортшының көңілінде қаяу бар. Яғни талантты жігіттерімізге демеушінің жоқтығын айтады. Тіпті ол өзінің барлық жаттығуын шетелде емес, туған жері Таразда өткізген екен. Басқалар сияқты Таиландқа, Америкаға барып
бияқа дайындалған жоқпыз, өйткені ондай мүмкіншілік жоқ. Осылайша Ермек Тылауов өзінің ренішін білдірді. Ал енді қызыққа қараңыз. Бар байлығы, денсаулығын осы жекпе-жекке салып, қызылғанға боянып жатса да, бұл спортшылардың ақысы мәз емес болып шықты. Гонорар ол бізде рейтингке байланысты. Төмен рейтингтегілер бар. Олар бесплатно төлеп өзі. Кішкене жоғары жинағандар болар. $500 $1000 және көтеріліп кете береді. Сонда спортшылар намысын қайрап, бәсеке бар жерде биіктеу бар деп шаршаланға байып кету үшін шықпайтын болды. Десек те олар үшін әзірге денсаулықтан көрі атақтан алғашқы орында тұрса керек. Серік Қазаязбаев, ревью жаңалықтары. Украиналық әнші Дмитрий Монатик қазақстандық әріптестерінің алдын орап кеткенге ұқсайды. Қалай дейсіздер ғой? Түсіндірейін, Анна Седокова дуэт жаздыру үшін еліміздің өнерпаздар арасынан бірін таңдамақ болыпты. Бірақ украиналық әнші пысықтық танытып, Аннаға ұсыныс жасаған екен. Сонымен, Седокова мен Монатик қандай тың-туңды әзірлеп жатыр екен. Виаграның алтын құрамына кетіп, жеке шығармашылығын бастаған Седокова түрлі телевизиялық жобаларға қатысып, тележүргізуші ретінде де танылып үлгерді. Дегенмен әншінің бағын ашқан оның сүйіктісі режиссер Сергей Гуман болған сында. Себебі олар ғашықтар ретінде ел назарына іліге бастаған кезеңнен бері үшінші бейне баянды таспалап жатыр. Бұл жұмыстардың барлығы да сәтті шыққанын аңғару қиын емес. Как всегда, первым все новости узнает мой любимый, самый-самый-самый-самый дорогой Казахстан. Люблю вас. Бұл бейне баян үшін Тише әні таңдалған. Анна қазақстандық шоу-бизнес өкілдерінің бірімен дуэт жазыруды ойластырып жүрген сәтінде дәл сондай ұсынысты тастаған украиналық әнші Дима Монатик болған. Анна көп ойланбастан жаңа есімді танытуға кірісіп кеткен. На самом деле, я честно признаюсь, шынымды айтсам, қазақстандық әншінің бірімен дуэт жазыруды ойлап жүрген болатынмын. Тіпті кіммен айтатынымды да таңдап қойған едім. Бірақ Дима бірінші болып ұсыныс жасап үлгерді. Я даже выбрала, честно говоря, одного. Дима мен Анна мәңгі өлмес махаббат тақырыбын жырлауды жөн деп тапқан. Песня потрясающе красивая. Бұл махаббат жайлы өте әдемі ән. Адамдардың кездесіп, айырылысып жататыны суреттеледі.